Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін осы видеода көретіндеріңіз сияқты әрқашан салонымызда полиция жүреді. Біз Қазақстанның бюджеті өте қымбатқа шығып жатыр. Екіншіден, өздеріңіз көргендей, артымызда жүреді. Живем минимум как замминистра. Первичный утиль неге жұмыс жасамайды? Және де автокөліктердің жағдайлары қандай біздің елімізде? Шетелдерде қандай автокөлік кіріп жатыр? Қазақстандық автокөліктермен салыстырмалы қандай? Осының бәрін бүгінгі видеода. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 24 шілде 2024 жыл. Құрметті бауырлар, осыған дейін біз өзіміздің мемлекеттік органдарға барып, неше түрлі утиль сбор мен первичке байланысты бүкіл ұсыныстардың бәрін айтқан болатынбыз. Қайта-қайта айтасың, баяғы бір әңгіме, бір заржақ түсінбейді. Енді бүгінгі осы видеороликті бүкіл осы автокөліктердің бәрін жинап, автокөліктерге қатысты, соның ішінде утиль сбор мен первичке жайында, после 1 сентября кірген автокөліктер жайында бәрімен сөз түсінбейтін адамдарға енді видеомен түсіндіргім келеді. Бұл видео үндеуді, бұл видеороликті біздің Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектенов мырзаға, Қазақстандағы бірінші номер критиканға, және де басқа да өнеркәсіп және құрылыс министрі Шарлапаев Қанат Бейсенбайұлы мырзаға, қазақты тақырға отырғызып жүрген Роман Васильұлы Скляр мырзаға, бәріне және де басқа да мемлекеттік органдарға жұмсаймыз. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, басқа да мемлекет органдар мен қоғам белсенділері арнайы. Құрметті мемлекеттік органдар, сіздер осы күнге дейін жайлап адам сияқты айтқанды, барып ұсыныс дегенді бәрін түсінген жоқсыздар. Біздер қайта-қайта айтқан болатынбыз, техрегламент өзгерту керек. Утиль сбор мен первичка ол елімізге автохламдардың, автокөліктердің кірмеуіне қайта-қайта қақылдаған болатынбыз. Бірақ да түсінбейсіздер. Қағаздар, расчеттар бәрін апардық. Енді соқырға таяқ ұстатқандай сіздерге видеомен көрсеткіміз келеді. Құрметті бауырлар, олай болса, қазір бірінші тақырып бізде первичка заградительный мера ретінде, шектеу ретінде, шетелден автохламдардың кірмеу ретінде жұмыс жасамайтын бірден бір дәлелін қазір видеода көрсетеміз. Олай болса, құрметті бауырлар, кеттік СТО-да қазір астын көтереміз, автокөліктермен салыстырмалы түрде нұқып тұрып, шұқып тұрып көрсетіп беретін боламыз. Міне, құрметті бауырлар, енді өздеріңіз көріп тұрғанда СТО-ға келіп тұрық. Мысал ретінде алайық. Бүгін мысал ретінде сіздерге бірінші автокөліктерді көрсететін болам. Біріншісі 2 Hyundai Tucson, Tucson автокөліктер, екеуі де 2018 жылғы, комплектациясы бәрі бірдей, шетелден келген, Америкадан келген, арғарды Грузиядан біздің азаматтар әкеліп, осы жаққа айдап жүр. Енді бұлардың кедендік тазартуы төленген, бірақ та утиль сбор мен первичкасы төленбеген. Енді екеуінің машинаның состояниесі өте жақсы, ешқандай жері ұрылмаған, ешқандай мәселе жоқ. Бірақ та мысал ретінде, астын сызып айтам, мысал ретінде алайық. Мына Hyundai Tucson'ды алайық, бір жерлер мықты поврежденный Tucson ретінде алайық. Мына Tucson'ды идеальный Tucson ретінде алайық. Мына Tucson'дың бағасы, мысалға деп алайық, 5 миллион теңге тұрады. Мына Tucson'ның бағасы 7 миллион теңге тұрады деп алайық. Мысал ретінде бәрі, мысал ретінде бағалар бір-біріне сәйкес келмеуі мүмкін шындықпен. Бірақ мысал ретінде алайық. Мына Tucson'ның 5 миллион теңге болған себебі, бұның мысалға Land Rover'ына басқа да кузовты бүкіл жесткістерінің бәрі поврежденный деп санайық. Сондай галочка қойып қояйық. Бірақ екеуі де идеальный. Мынау ешқандай жері ұрылмаған, таза Tucson болғанның арқасында бұның бампер ұрылған, фары сынған бола қойсын. Соның кесірінен бұның машинаның бүкіл жері жақсы болғанның себебінен бұның бағасы 7 миллион болған, мынаның бағасы 5 миллион болған деп салыстырмалы түрде қарайық. Енді мысалға біздің ұсынатын ұсынысымыз бұл жерде. Бізде первичканы алып тастау керек. Алғашқы тіркеу салық жарнасы түбегейлі алып тастау керек. Оның орнына техрегламенттер қатайтылу керек. Техрегламент дегеніміз не ол? Шетелден автокөлік әкелдің, мысалға, мына автокөлікті айтып қой, поврежденный, Land Rover бәрі поврежденный, крышасы поврежденный бола қойсын. Бұл автокөлік хоть 10 миллион первичка төлейін десе де, бұл қойылмау керек. Мына автокөлік бүкіл сүйегі бәрі жаңа болғанның себебінен, бампер алмасқан, капот, крыло, терезелері, есіктер, төрт есік, айна, багаждың крышкасы, соның бәрі алмасқан бола берсін, өйткені ол кузовтың жесткісіне ешқандай зиян келтірмейтін зат. Оның кесірінен кузов ойнап кеткен, билеп кеткен, сынып қалған переварка жоқ, бұның бәрі болтпен алмасатын заттар. Сол үшін бұның кузовының повреждениесі бұрын соңды 30 ғана пайыздан аспаған автокөлік деп санайық. Мынаның повреждениесі 30 пайыздан асып кеткен деп санайық. Жесткістері поврежденный болған. Сол үшін мына автокөліктен утиль первичка ештеңе алынбау керек, а бұндай автокөліктер мысалы қойылмау керек. Нақты қазір оны примерде қазір СТО-да подъемникке шығып көрсетеміз. Қай жерлерін қарауға аңғару керек. Оны мына нацекстер бар. Неше комитет технология метрология дейді, техникалық реттеу және метрология комитеттерінің бәрі бұны істейлеп,
бұндай техрегламенттерді қатаңдата алады, техрегламентке қатты бір көңіл бөле алады да. Нағыз бізде техрегламент қатайтуымыз керекпіз. Первичка ол елімізге автоқлам ретінде кірмеудің заградительный мер ретінде ол жұмыс жасамайды. Өйткені мысалға мына автокөлік қазір айтып тұр, мысалға алып тұр, поврежденный көп жері, бірағында ол утиль мен первичкасын төлеп тастаса, бұл автокөлік учетқа қойыла береді. То есть бізде первичка как заградительный мер ретінде жұмыс жасамайды. А бүкіл сүйегі бәрі тап-таза мына машина, бұл учетқа қойылмай тұр. Себебі первичка утиль қымбатты. Көрдіңіздер ме, заградительный мер ретінде бұл жұмыс жасамайды. Қазір нақты дәлелін пойдем көрсетеміз. Міне құрметті бауырлар, жаңа серый мокроасфальт цвет Hyundai Tucson'ды кіргіздік. Мысалға деп олайық, мысалға мынау жерлері поврежденный бола қойсын, мысалы техрегламенттің адамдары, НАЦ-X-тің адамдары астын қарап жүр деп елестетіңіздер. Құрметті мемлекеттік органдар, өнеркәсіп және құрылыс министрі Шарлапаев Қанат Бейсенбайұлы кіреді де астын қарайды. Мынау жер міне мынау лонжера, мынау кузов жесткості. Осыны бүйтіп елестетіңіздер. Мынау жерден түйілген и кесіліп сваркіленген. Мынау жерге крест қоямыз, допуск болмайды. Сосын мынау жерде тоже повреждение бар. X қойып тастаймыз. Так, мына жақта қараймыз. Мынау жерде тағы да бір повреждение X. Мынада повреждение, мынада X. Сөйтіп қоямыз. Сосын аламыз да, так, мына артта балка несущий тұрған жерлер, мынау жер ілінген жер, мынау жер что-то переваренный, дұрыс емес. X қойып тастаймыз да, сыртын бәрін толщинамен ұрып шығамыз. Сыртын бәрі крыша шпаклевка істелген. Так, мынада дұрыс емес, бірінші жетіспейді. X. Бәрі істепсеңіз айтамыз. Құрметті бауырым, сен мына автокөлігің мындай повреждениесі бар, бұл несущий кузовқа зиянын тигізеді. Бұл жүрген кезде ертең мына жердің сваркадан шовтарын кетіп қалуы мүмкін. Ол түйілген жаман машина, так что бұл учетқа қойылмайды деп. Осындай шектеу болу керек та, айту керек. Міне первичка утилін төлей бер, хоть 10 миллион, 20 миллион предлагать етіп, біранда ешқайсысын алмаймын, мынау түйілген жүрмейді деп. Енді біреулер айтады да, біз айтады, оның коррупционный рискісі бар дейді да, ол жерде. Мысалға ертең жаңағы мына сертификацияны өткізетін жердегі адамдар алады да, оның ақша алады дейді да, бұндай машиналарды өткізіп жүру үшін. Ол үшін агентство финансового регулирования деген АФМ деген бар, агентство финансового мониторинга. Соның ішінде ДЭР деген бар, департамент экономического расследования. Соларға мүмкіншілік берейік. Каждый осындай сертификацияны өткізетін, мысалы НАЦ-X болсын, басқа да жерлерді КТРМ аккредитация алған жерлердің бәрін, олар без предупреждения, без ничего келіп тексеретін мүмкіншілік болсын. Сол кезде бір база істейік, базаға енгізіліп өтсін каждый автокөлік. Ертең жолда бірнәрсе Құдай сақтасын сондай бір автокөліктер өтіп кеткен болса, оны кім қойды, кім сол күні эксперт тексерген эксперт міндетті түрде заң алдында жауап беретін болса да. Енді бұл қара айтайық, бұл бірінші кіргізіп тұрған мысал ретінде идеальный машинамыз, бұны өтпейді деп қайтарып жатыр. Бір жерлер бұзылған автокөлігіміз, бұны өтпейді деп қайтарып жатыр. На примере, ал енді қазір келесі автокөлік, мана көк Hyundai Tucson, ол идеальный Tucson. Соны кіргізіп көрейік та. Ал құрметті бауырлар, мынау екінші Hyundai Tucson, көк Hyundai Tucson, бұл жаңағы мысал ретінде бұл идеальный деп алған Tucson'ымыз. Міне бүйтіп қараймыз тоже. Жаңа НАЦ-X-тің адамдары да, сертификацияны өтетін адамдар жүр. Мынау жердің бәрін қайтадан тексерді. Так, в идеале тұр. Ешқандай мәселе жоқ. Мынау балшықтар біздің Қазақстанның кәдімгідей құмдары бір цемент сияқты қатады ғой, өзі білесіздер ғой. Сондай балшықтары бар. Так, мынау жердің подвескасы бәрі полный привод. Мынау нағыз қазақтың даласын бағындыратын автокөлік екен деп, сөйтіп мақтауын айтып тұр, водителіне бүйтіп бәрін қарап астын қараймыз. Так, идеально. Тіпті мен біліп тұрмын да, сертификация беретін жердің қызметкері емеспін, бірақ мен өзім біліп тұрмын. Ал олар өздерінің мамандары. Қазақта сөз бар, шымшық сойса да қасап сойсын деген да. Сол сияқты нағыз қасаптардың өздері бұл машинаның астын бәрін бүйтіп қарап, ал бауырым мынаған утиль первичка төлемей, ол былайда қойылады. Көрдіңіз бе, утиль первичка жоқ, техрегламент қарады. Ол халықтың қалтасына да арзанға шығады, бюджетке де арзанға шығады. Және де ол мына аккредитациядан өткен оларға дополнительный аккредитация береді. Екіншіден жаңағыдай сертификациядан өткізетін жерлерге каждый бұның тегін емес, 30-40 мың теңге шығады, 50 мың болсын. 50 мың теңге сертификациясын алды, астында бүкіл галочкалары қойылды, бәрі таза екен деп алады да өтеді. Бұдан үкіметке пайда болмаса ешқандай зиян жоқ. Ал бізде өздеріңіз білесіз, утиль сбор ол бюджетке түспейді. Первичканың да тағдыры белгісіз де қаяқ кетіп жатқан. Ол қаншама халықтың қалтасын тонап жатыр да. Біздер алып өзіміздің еліміздегі автопромды дамытамыз деп халықтың қалтасын қанап бір жұмыс жасамайтын заградительный мералар тоқтататын жерлер, ол жаңа первичка деген сияқты сондайлар енгіземіз, бірақ олар нақты жұмыс жасамайды. Автоқаламның бәрі кіріп жатыр.
ол поврежденный автокөліктерге кіруге ешқандай тосқауыл бола алмайтын зат. Міне осылай астына бір маман кірді, қарады, галочканы қойды, ненің жаңа документтің астына жазды, Еркебұлан өткізді, 24 шілде 2024 жыл специалист Еркебұлан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, промзона көшесі, мындай нацекс қолымды қойып берді. Егер де осы Hyundai Tucson бір күні бірнәрсе болып қалатын болса, осы технический повреждениесіне байланысты спаркісінен бір жерде шығып кетіп бірнәрсе болып қалса, тексерген адам мен жауап беремін. Жауапты адам бар, көрдіңіз бе? Адамның жолдағы, трассадағы қауіпсіздікке, адамдардың өлімдеріне жауапты бір адам болады. Ал біздер аламыз да первичкіні 1 миллион 800 мыңды біреуге төлеп жібереміз. Бітті, ол получается біздің елдегі адамның өмірі 500 МРП-мен ғана шақталады да. Ол үйто бір адамның біз бір автокөлікпен мысалға сваркасы бірнәрсесі кетіп қалғанның кесірінен адамдар өлсе, ол қарсы келатқан автокөліктің ішінде 4-5 адам өлуі мүмкін, мына автокөліктің ішінде 4-5 адам өлуі мүмкін. Құдай сақтасын, оның жолдарымен бірақ та сондай жағдайға әкелуі мүмкін. И ондай жағдай болған кезде жауапты ешкім жоқ. А егер жауапты бүкіл сұрақты бір адамның мойнына іліп берсек, ол міндетті түрде бұны досконально, четко, конкретно қарайтынына сенімдіміз. Енді құрметті бауырлар, бұл екі Hyundai Tucson салыстырмалы түрде қарадық. Қазір біз сыртта басқа да машиналар тұр. Бәрін қасына барып, салыстырмалы түрде бәрін ашып, не істеп, көрсетіп, қандай автокөліктер елімізге Грузиядан, Моңғолия, Араб әмірліктерінен, басқа да алыс жақын шетелдерден кіріп жатқанын қазір на примере сіздерге сыртта бәрін көрсетіп, дәлелдеп бере аламыз. Олай болса кеттік сырттағы автокөліктерге. Құрметті бауырлар, жаңа шықтық, көрдіңіздер өздеріңіз автокөліктердің бағасын, қандай ұсынысымыз бар екен. Енді тағы да бір үлкен бір мәселе бар. Осы біздің Қазақстанға кіріп жатқан автокөліктердің жағдайы қандай, ол қандай автокөліктер, неге біздің қазақ даласында осы кіріп жатқан автокөліктер неге үлкен сұранысқа ие дегенде. Соның бірден де бірегейін айта кетейік, және олардың проблемасы мәселесін айта кетейік. Ол бір елімізде қатты сұранысқа ие Toyota Alphard автокөлігі, Toyota Estima дейміз, басқа да автокөліктер, 6 орындық машиналар өте сұранысқа ие. Өйткені бұл автокөліктер тек қана өзіне мініп жүруге, былай да былай жүруге емес, сонымен қатар бұл кәдімгідей өмір сүру құралы, жұмысы, осы автокөліктермен қаншама адамдар жұмыс жасап жүр, өзінің отбасын бағып жүрген автокөліктер. Енді осылардың да ішінде бір үлкен бір мәселе бар. Мысалға міне, мына Toyota Alphard автокөлігі, бұл көліктер заңдастыру кезінде таза, кәдімгідей справа продажа дейді, ары қарата сатылатын қылып, шетелге шыға алатын қылып қойылған. Ал мына екінші қара Toyota Alphard автокөлігі бұл конструктор ретінде қойылған, шетелге шыға алмайды, елдің ішінде ғана жүреді және сатуға болмайды деген бір мәселесі. Ал үшіншісі мына Toyota Wildfire автокөлігі, екеуі де бір модель, тек бұл фарларында ғана отличие бар. Бұның жылы жаңалау болып саналады. Бұл автокөлікті әлі тіркеу алмаған. Шетелден өзіміздің елімізде қосалқы бөлшек болып ретінде кіргізілген. Бұл армян номері, оның саналы азаматтарын сатып алып қалды. Утилін первичкісін төлегісі келсе, бұның оң жақ рөлдегі сосын қосалқы бөлшек ретінде кіргенін болып сол үшін қойылмайды. Енді осы жерде менде логичный сұрақ. Неге мына автокөліктің иесінің құқығы неге мына автокөліктің иесінен жоғары? Неге мына автокөліктің иесі бұл автокөлігін сата алады және шетелге шыға алады? Ал мына кісі неге шетелге шыға алмайды және автокөлігін басқаға сата алмайды? Ал енді бұл екеуінің құқығынан көрі бізде мына кісінің құқығы неге мықты шектелген? Бұның автокөлігі неге алынбайды? Учетқа тіркелмейді. Бізде Қазақстанда ең басты заң алдында бәріміз бірдейміз, заң бәріне ортақ дейді. Бұл жерде бірағында Марк Уоррелдің жаңа скотный дворындағы сияқты перед законом все равны, но некоторые равнее болып тұрған сияқты да. Неге құқығымызды бәріміздің теңестірмейді? Енді бұлардың автокөліктер, екі автокөлікті утиль сборымен первичкісіз легализация кезінде тіркеп берді. Тіркеп алды, тіркеуге алды. Бұларда да үлкен мәселе бар. Енді мұндай транзит номермен жүрген автокөліктер, мына кісілер без первички, без утиля тіркейді, а неге мына автокөліктер тіркелмейді? Левый руль, техникалық регламенті бәрі жақсы, подушка безопасности бәрі бар, евро 4-ке жатады, неге олар қойылмайды? Енді қазір мына автокөліктерде бұл Toyota Highlander автокөлігі, қазір міне сізбен бізде тұрған Toyota Highlander автокөлігі, міне өздеріңіз қараңыздар, салоны бәрі жақсы, биік, полный привод, автомат, кондиционер. Нағыз қазақ мінетін тұлпар. Біздің шұқыр жолдарымызды осы бағындыралы. Бұл нағыз қауіпсіз автокөлік, асты биік. Ешқандай бір шоқалақтан секіріп бірнәрсе ол болып қалмайды. Біздің енді жолдардың өздеріңіз білесіздер, өкінішке қарай. Міне, нағыз қазақ мінетін автокөліктер осындай болу керек. Міне подушка безопасности, міне airbag бар, біреу бар, екеуі бар, так, үшеу, төртеу, бесеу, алты airbag. Енді біздің қазақстандық автопромның ұсынып жатқан Hyundai Tucson, Elantra не деген сияқты автокөліктердің ешқайсысынан бұның ешқандай жері төмен емес. Міне екіншісі тағы да бұл төрт жанақты үлкен жаңағыдай кроссовер
автокөлік ауыр болады десеңіздер, мен Қазақстанға алыс жақын шетелден кіріп жатқан Subaru Outback қой. Subaru Outback автокөлігі. Бұда да міне салон өте кең, парктроник бар, бәрі бар, airbagтер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 airbag, автомат, кондиционер, полный привод, универсал, отбасымен бәрінде бір жерге барғанда өте ыңғайлы. Бұндай автокөлік. Енді қазір өздеріңіз жаңа айтқанымыздай, қазақтың нағыз үлкен бір жұмыс көзіне айналған автокөліктердің бірі Toyota Alphard автокөлігі. Бұл да өте қауіпсіз автокөліктердің бірі. Техникалық регламенттері бәріне жауап береді. Тек оң жақ басқарудағы руль, бір анда бұл учетқа алынған, бір анда конструктор ретінде алынған. Ассалаумағалейкум, дәке. Дәке, бір-екі сұрақ. Осы автокөлікпен сіз қалай жұмысыңыз осы ма? Таксовать етесіз бе? Иә. Семья бағу. Семья бағу бәрі осы. Кондиционер бар. Кондиционер бар. Климат контроль. Климат контроль. Қай жерлер түйілген повреждениелер бар ма? Ешқандай повреждение жоқ. Астында бірінде, моторында бәрінде. Мынаны бәрін жаңа жолаушыларға қолайлылық істеп қойғансыздар. Осымен неше адам тасисыз? 6 адам. 6 адам. Қай жаққа қатынайсыз? Ақтөбе, Қостанай. Жан-жақтарға қай жаққа заказ болады? Android бәрі бар, ешқандай іші кең, пассажирлермен ешқандай жалоб ештеңе жоқ. Ешқандай жалоб жоқ. Осымен семьяңызды бағып отырсыз. Осымен семья. Ешқаяқта жұмыс жасамайсыз, ешкімнен жұмыс сұрап отырған жоқсыз. Енді сіздің талабыңыз бұл автокөлік ары қарата сатылатын бұл және шетелге шығатын бұл тіркелу керек. Иә, әрине солай болған жақсы ғой. Өйткені құқығымыз бүкіл Қазақстанда қызмет етеді. Сіз кәдімгі салық бәрін төлеп отырсыз, налог платежісіз. Налог бәрін төлеп отырмын. Міне көрдіңіз бе, құрметті бауырлар, нағыз салық төлеуші азамат. Енді мынау жаңа екінші қасында тұрған Toyota Wildfire автокөлігі. Бұл да дәл сондай Toyota Alphard сияқты бір жылы жаңалау. Екеуі бір модель, бір мотор, 3.5, коробка автомат, старт-стоп, открываем двери без ключа, чу-ча-ча-ча деген өлең бар еді, сол сияқты бесключевой доступ сияқты, автомат бәрі бар. Бұның да азаматы осы көлігімен семьямды асырасам дейді. Осы жұмыс көзі ретінде алынған. Армения азаматының атында тұр деп алған. Енді қазір учетқа тіркейтін кезде бұл автокөлікті Армения азаматының атына тіркелмеген белгілі болып, сол үшін дәлелдей алмай, қашан кірген және оның сояқта учетта тұрған бәрін дәлелдей алмай, мешесін автокөлігін учетқа қоя алмай әбігер болып жүр. Неге бұл кісілердің құқығы басқа қарағанда шектелген? Неге бізде Қазақстанда 304 мың автокөлік заңдастыруға алынды, а неге қалған автокөліктерді неге заңдастыруға рұқсат берілмейді? Енді міне жаңа Hyundai Santa Fe 2000 қай жылғы? Santa Fe 2020 жылғы. Бұл бізді Қазақстанда шығып отырған автокөліктің ешқайсының кемдігі жоқ. Міне бүкіл фара бәрі идеально. Міне биркісі бәрі тұр әлі күнге дейін. Мына жабық тұр екен. Так, мынау бізде Subaru Forester автокөлік. Қазір ашып жіберсін. Subaru Forester автокөлігі. Бұл біздікіміз. Міне Қазақстандық учет автокөліктер осы, 2000 жылдың басындағы автокөліктер. Міне Subaru Forester автокөлігі. Тоже кондиционер бәрі бар, подушка безопасности, airbag бәрі тұр. Ешқандай мәселе жоқ. Нағыз біз тұлпар мінетін қазақта ешек мінгізіп қойған жайымыз бар да, құрметті бауырлар. Бәрінің кесірінен қазір біздер қандай жағдайға душар болып отыр. Қазір оны менің өзім жеке автокөлігімнің қасына барып түсіретін боламыз. Сол жерге барайық, менің жеке автокөлігімнің қасына. Құрметті бауырлар, мынау менің өзім жеке автокөлігім Mitsubishi Galant 1994 жылғы объем 2 евро классы шығарып жатқан кезіндегі азаматтардың өзіне белгілі. Бүгін шығарған жапондық азамат ол өмірде бар ма жоқ па, бақилық болып кетті ме, Құдайдың өзіне аян. Бірақ осы көлікпен жүруге мәжбүрміз. Бұның бағасы 1.400.000 тұрады. 1.400.000-ға неше түрлі сайттар шетелден ашып қараңыздар, қандай автокөліктер алуға болатын. Енді біздің елімізде, мысалы, менің өзім жеке басымдағы жағдай, мен кредитте қазақстандық автопромнан автокөлік ала алмаймын. Өйткені мен несиелік тарихым жаман. Ол бір. Екіншіден мен ана автокөліктерді шетелден әкелейін десем, наличка, оған да қаражатым жоқ. Сол үшін біз мұндай автокөліктерге душар болып жүр. Әкелуге қаражат бар, бір 1,5 миллион, 2 миллионға нормальный Hyundai Elantra, Accent деген сияқты бір автокөліктер табуға болады. Монғолия елінен ана Unigom MG деген сайт бар, соған кіріп қарасаңыздар болады. Ол жақта Евротур стандартының автокөліктер бар, 1,5 миллион, 1,800,000-ге. Дәл осымен бағамда машинаның бағасымен бірдей. Ода кондиционер болады, коробка передач автомат болады, airbag бәрі болады да, және техникалық жағынан өте идеальный. Бұл автокөлік былайша айтқанда қазір метр етін 2 толкайын болып жүрді. Бұда ешқандай airbag жоқ. Кеп көріңіздер. Міне, мынау Mitsubishi Galant автокөлік, ешқандай airbag жоқ. Ешқандай airbag жоқ. Ешқандай безопасность қарастырылмаған бұл автокөлікте. Евро классы, Құдайдың өзі біледі айттық. Кондиционер жоқ вообще. Механика, ремендер енді ремень бар. Істеп тұр бәрі.
осындай көне автокөлік евроклассқа ештеңе жатпайды да, нағыз елімізді ластауға мәжбүрміз да. Егер утил сбор мен первичка болмаса, мысалы қазір мен аламын да, шетелден барып автокөлік аламын 2 миллион теңгеге. Бір Hyundai акцент па бірнәрсе алдым Монғолия елінен. Оны елге әкеліп тіркеуге қою үшін тағы да 2,5 миллион теңге ақша беруім керек да. Сонымен шен бағасын бар. Сосын жол пұлым бар, сертификатсам бар, сонда 5 миллиондай ақша шығады да. Көрдіңіздер ме? Соның кесірінен біздің елде осындай машиналар жүр. Мен Қазақстан Республикасының өзімізде шығарып жатқан мына автопромды қолдауға дайынмын, жақсы көремін, дамысын, өрбісін, өркейсін. Бірақ неге халықтың қалтасына істелу керек? Сол сұрақ мені мазалайды да. Енді құрметті бауырлар, первичканың тақырыбын жабатын болсақ, соңында кешегде Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектенов мырза Алматыға барған болатын, ояқта автопромның өкілдерімен кездесті, Hyundai Trans Қазақстанмен кездесті. Сол кезде айтқан болатын, Қазақстандық Hyundai келді. Hyundai Sonata, Tucson, ол мыналардан, мынадан Highlander еш жері кем емес. Мына Hyundai Tucsonның мынадан еш жері кем емес. Артық болмаса кем емес. Ол еще монопривод, но полный привод. Сөзім жалғастыра кетейін. Барды, сол кезде айтқан болатын. Автопром состоялся, біз автомобиль державаға айналдық дейді. Айналуымыз керек біздің. Енді осы жерде сұрақ, Олег Мұса, біз Қазақстан автомобиль державаға қай уақытта айналып кеттік? Германия, Япония, Америка құрама штаттарын бәрін айналып, қаншама жыл Renault автокөлігін шығарып жатқан, Peugeot автокөлігін шығарып жатқан, Франциядан Volvo автокөлігін шығаратын, Швециядан бәрінен біз қашан озып автомобиль держава болып кеттік? Біздің елімізге Кореяның автокөліктерін әкеліп құрастырып, біз қашан автомобиль державаға айналып кеттік? Корея өзін әлі автомобиль держава ретінде санамайды. Соның определенный ғана бір модельдерін құрастыратын жер қашан автомобиль державаға айналып кетті? Соған жауап берсеңіздер, құрметті бауырлар, құрметті мемлекеттік органдар. Енді айтыңыздаршы, неге біз Қазақстанда кең байтақ жеріміз бар, әлем бойынша 9-ші орын алады. 20 миллион ғана халық тұрамыз. Тығыздығы жағынан алдыңғы үштіктеміз. Үлкен логистический центріміз, орталықпыз. Неге біз ет державасы болмаймыз? Неге біз астық державасы болмаймыз? Неге біз мұнай өңдейтін заводтарымызды ашып, мұнай өңдеу жағынан өзіміз қазба байлықтарымыз, хром, никель бәрін өңдеу жағынан неге содан держава болмаймыз? Дайын продукция жағынан неге державаға айналмаймыз? Неге біздің етіміз әлемдегі Mercedes сияқты номер бірінші неге біздің ет болмайды? Неге біздің астық әлемдегі BMW сияқты үлкен держава болмайды? Неге біздің ет кәдімгідей бүкіл әлемді білеміз? Мысалға бір кісі келді, немецкий машинамен, Mercedes-пен қымбат французский ресторан келіп тоқтады, ішінде итальянский пицца, оның үстінде қазақтың еті тұр деген. Неге сондай атаққа жетпейміз? Неге біздер біреудің виносы, коньягі сияқты үлкен атақты, неге бізді сол жағынан атақты болмаймыз? Неге біздің ұнымыз атақты болмайды? Неге біздің астығымыз атақты болмайды? Оған біздің жеріміз, еліміз бәрі бар ғой. Біз ұлы жібек жолының бойында тұрық. Әлі күнге дейін үлкен батыс Қытай мен батыс Европаны байластыратын жолдың бойында тұрық. Жолымыз шұрқ тесік болса да, соны амалдың жоқтығынан қаншама шетелдің азаматтары пайдаланып, сол логистикасын істеп жүр. Неге соған айналмаймыз, айтыңыздаршы, құрметті бауырлар, құрметті мемлекеттік органдар. Автомобиль держава бола қойық, бірақ ол автомобильді кімге сатамыз? Ресей под санкциями, Ресейдің өзінде мәшасы жетеді. Өзбекстан, оның мәшасы былай бізге сатып жатыр. Қытайға барып мәшасы сатам деген ыңғайсыз болады. Әзербайжан, Түркмения, ол жақтың бәріне де білмеймін. Біздің шығарып жатқан мәші бір қай тақиясына кең келіп қалғанын түсінбеймін, бірағында нақты бізде ол нарықты неге өйтеміз? Біз нарықты басқаша ойлап көрейік те, құрметті бауырлар. Енді осымен первичка тақырыбын жабайық, ары қарата утил сбордың экологияға қандай пайдасын келтіріп жатқанын, қаламыз, еліміз утил сбордың арқасында қалай тазарып жатқандарын бәрін зерттеп көрейік. Олай болса кеттік, ары қарата утил сборға кеттік, утил сбордың мәселесін көтереміз және ол жақта қандай проблемалар бар, утил сборды алып тастап, орнына қандай ұсыныс енгізетініміз бәрін екінші блокта жалғастырамыз. Кеттік олай болса. Құрметті бауырлар, міне Ақтөбе қалалық полигонына қарата келдік. Жаңа міне қарата келдік, пожарный мәшасы тұр есіктің алдында. Ішке қарата кіріп шығайын деген кезде бізге қарата рұқсат бермеді. Өйткені бұл мусордық полигон, қоқыс полигоны стратегический объект дейді. Оның ішінен біреу бір нәрсе ұрлап кете ме, білмеймін, дым түсінбедім, бірақ полигонның дәл есігінің алдында тұр. Жағдай міне көрініс. Ар жағындағы қоқыстарды қараңыздар. Міне осы жерде мынау мусор сортировочный комплекс дейді. Есігі бәрі ашық. Бұл жақта ешкім ешқандай адамдарды кіріп шығып жатқанда ештеңе жоқ. Ешкім ештеңе сортировать етіп жатқан жоқ. Қазір жолшыбай ар жаққа кетіп баратып видеолар түсіретін боламыз. Міне енді қараңыздар, мындай бір қызық көрініс біздің Ақтөбе қаласында. Мусордық полигон. Анау жерде тұрған тіке, міне дәл алдымызда тіке тұрған Батыс 2 мөлтек ауданы. Мына жақта 8-ші мөлтек ауданы. Бүкіл Ақтөбе алақандағыдай көрініп тұр. И міне мына жақта түтіндер шығып жатқан АЗФ заводы, АЗХС. Мана жолшыбай көрсетіп жатқанымыз АЗХС заводы. Міне мына жерден түсірсең, факелдер жанып тұр.
бәрі бұның басында тек әшейін қоқыс әкеліп кету ғана жұмыстары бар да, қорыту ешқандай жұмыстар істеліп жатқан жоқ. Әне бірнеше газельдер төгіп жатыр. Енді бір қызық жағдай осы жерде, бізді қоқыс полигонының ішіне кіргізбеді. Бірағында жаңа темір-терсек жинайтын, металлолом іздеп жүрген азаматтардың бәрі жүр. Енді осы орайда маған айтқан болатынбыз, полигонның басына келіп утиль алымы байланысты ұсыныс істегіміз келіп тұр да біз нақты. Міне осы мусор полигонның қасында міне қараңыздар, баклажкалар жатыр да, пластикалық бутылкалар, канистрлер, тағысын тағы осындай пластик заттар жатыр. Неше түрлі темірлер бар, міне ағаштар, міне темірлер жатыр. Осының бәрін осы бізде кәсіпкер азаматтар бар. Пластикалық терезе шығаратын, пластиковый труба шығаратын. Соның бәріне оларға мүмкіншілік жоқ. Осы жерге келіп завод салғысы келеді. Мына жерге завод салайын деп едім. Мына пластикалық бүкіл құралдардың бәрін әкеліп, ананың ішінде қорытып, өңдеп, мен сол жерден труба шығаратын, шикізат шығаратын завод істегім келеді дейді. Бірағында өздеріңіз көріп тұрғандай ешкімге жер берілмеген, ештеңе істелмеген. Бұл жерде бұл полигонды кәсіпкерлерге беру болады. Жеке кәсіпкерлер бұл жердің бүкіл мусырын, қоқыстарды осы жерге жеткізбей, бірден алып, көптеген заттар істейді. Енді міне қоқыстар шығарып жүрген техникаларды көріп тұрмық манадан бері. Алдында бізге кімнің экология басқармасының министрлігінің айтуы бойынша біздер Қазақстанға утилизбордан түскен ақшаға қоқыс шығаратын техникалар алып жатыр дейді. Көне КАМАЗ, артынан түсірілу керек. Көне КАМАЗ АН номермен аяқталады. Ақтөбе тазалықтың нелері КАМАЗдары. Техникасы бәрі көне, ешқандай ештеңе алынбаған. Енді егерде бұл жерге кәсіпкерлердің өздері келетін болса, кәсіпкерлерге беретін болсақ, қоқыстың бәрін өңдеуді кәсіпкерлерге тапсыратын болсақ, олар жаңа техника алады, қоқыс тазартып шығару үшін қалалардың ішінен. Және бұл полигонға дейін әкелмейді. Каждый мысалы қаланың шетінен заводтар салып қояды, мусор қорытатын. Каждый әркім мысалға бір компания Ақтөбе қаласына Батыс 2 мөлтек ауданы алады, қазіргі Алтын Орда мөлтек ауданы. Соның қоқыстарын тасып апарып, анаяққа апарып, переработкасын істеп, пластиктерін пайдаланып, темірлерін пайдаланып, соның ішіндегі жанатын мусорлардың бәрін сол жерге жағып, өзіне пешке неге қолдануға болатын қылып. Сөйтіп істейтін сондай сала істеуге болады. Ол Қазақстандық халықтың қалтасынан утилизборға миллиондаған ақшаны алып, оны оператор Роб деген жекеге бердік. Қазір бергерек келіп жасыл дамуға бердік. Ол мемлекеттік компания болсын, жеке болсын, бірақ ештеңе өзгеріп жатқан жоқ. Сол баяғы бір халықтың қалтасынан алу, сол алумен келе жатыр. Бұл қалалық полигон, ол осы Ақтөбеде тұрғаны бірнеше ондаған 20, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл болған полигон. Мен есімді білгелі осы полигон осылаймен әлі. Сонымен тұрып, бізде бұл утиль алымнан алғаннан бір Қазақстанда мынау жердегі ауасы бәрі жақсарып кеткен, ештеңе жоқ. Қалаға тиіп тұр, мынау күнде жанады. Міне сол көп жанғанның кесірінен пожарный мәші әкеліп қойған өрт сөндіру техникасы. Бір түйір ғана құрал тұр, бір түйір ғана техника. Жаңағы алдындағы бізге Министерство экология айтқандағыдай, біз автокөліктер, пожарный автокөліктер нелер алдық дейді, өрт сөндіруші. Олай емес, үлкен, Қазақстанның ең үлкен қалалардың біреуіне бір түйір ғана тұр. Енді бұл жерде тұр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ешқандай кәсіпкерлерге беру керек бұның бәрін. Утиль алымды халықтың қалтасынан ақша алмай, халықтың қоқысынан шығарған тұрмыстық қалдықтардан бәрінен одан да ақша табуға болады. Кәсіпкерлер дамытуға болады, кәсіпкерлік дамытуға болады. Мынау жерде қаншама былайша айтқанда втор сырье дейді, қайтадан өңдеуге жататын өнімдердің бәрі жатыр осы жерде. Біздер оны апарып жерге көмеміз, рекультивация деп 3 жыл сайын миллиардтаған ақша аламыз, оны қайта рекультивация істейміз, жерге көмеміз, биіктел осындай бір таулар пайда болады да сол кезде. Көрдіңіздер ме, утиль алымды алып тастағаннан ешқандай қауіп келмейді бізге. Құрметті бауырлар, одан сайын пайда істеу болады. Кез келген жерде бәсекелестік болу керек. Экологияны нашарлатады дейді, кеш бері қарата. Жанып жатыр, құлап жатыр, дәл қасында үйлер бар ол жерде, адамдар тұрған, жерде Шанхай мөлтек ауданы бар. Соның бәріне удың бәрі барып жатыр. Аналарға ешқандай шара қолданылмайды да. Бізде аламызда мына автокөліктерді еврокласс, евро 5, евро 4 болу керек дейміз. Бірағында бензиннің сол евроклассқа жағдайы жете ме? Жетпейді әрине. Біздің бензиндер еврокласстарға жауап бермейді. Сол үшін ол сен евро 6-мен жүр, евро 8-мен жүр, ол жәме бензин жаққан кезде бәрібір шығады да. Көмірқышқыл газын ауаға тастайды. Бізде сондай проблема. Бұның бәрін айтып тұрмын ғой. Мусорды, тұрмыстық қалдықты қорыту үшін оны неге беру керек жеке кәсіпкерлерге? Мына жерде ешқандай тұрмыстық қалдық болмайды сол кезде. Мына заводтардың бәріне бір келісімшартқа отыру керек. Бірнеше мыңдаған түп тал егетін қылып, ананың өздеріне фильтр салып, выбростарын істейтін қылып, басқаша бір бұлардың регламенттерін өзгерту керек. Басқа заттар көп елімізде. Мыналарға экологический налог салу керек, экологиялық салық заводтарда болу керек. Және баклажкалерге, бәріне өндіретін жерлерге оған бәріне мүмкіншілік істеу керек. Сол құрметті бауырлар, жаңа первичка туралы маған бері айттық.
утилизбордың мәселесі осы. Утил алымы алынып жатыр, елімізде ештеңе жоқ. Утилизацияға автокөліктерді жіберетін заводтар Қостанай мен Қарағандыда екі бастан жұмыс жасамайды, оны қалай деген дәлелдер болған болатын осыған дейін. Енді тұрмыс халықтың жағдайы осы, массовый экологияның CO2-ның жағдайы бәрі осы. Өзіңіз көріп отқан. Ана жерде міне Дархан мырза айтып отыр, қоқыстар қоршаусыз жатыр. Ол жерден иттер тасып кетіп жатыр, міне құстар ұшып жүр. Осы жақтан жейді, неше түрлі жаман көмірқышқыл жаман қалдықтарды, нелерді, шіріп кеткен заттарды бәрін жейді, қаланың ішіне кіреді. Бір жерлерден барып су ішеді, ол судан тағы да бар балдар шомылады, ол жерге айтады, бүйтеді, содан ауру осып тарап жатыр бізде. Утил алыммен алған кезде біздің ел Швейцария болып кетеді дейді. Мына жерде тұрып Швейцарияның иісі шықпайды. Құрметті бауырлар, солай бәрі өкінішті, көптеген дәлелдердің бәрі істедік. Бүгін осы видеоның бәрін нақты миларына шұқып, өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне, экология министрлігіне жалын сәлем, мемлекеттік органдардың бәріне сәлем. Премьер-министрге, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сіздің тапсырмаларыңыз орындалып жатқан жоқ. Көптеген заттар жұмыс жасамайды біздің елімізде. Просто тек жай ғана халықтың қалтасын тонау. Енді қалай дәлелдейік, айтыңыздаршы. Айтып та көрдік, видео үндеуде түсіріп көрдік, халық суретінде салып көрсеттік, столбектер, голограмма, диаграмма бәрін істеп шықтық қой. Енді бүгін видеомен де шығып тұрып көрсетіп жатыр. Енді қалай дәлелдеуге болады сіздерге, айтыңыздаршы. Не істейік енді? Или бір дәлел болу үшін, бір қатты бір қозғалыс болу үшін, біреу Құдай сақтасын өлу керек пе, біреу жарақатталу керек пе, үлкен айқай бір нәрсе болу керек пе, не істеу керек? Сол, құрметті бауырлар, осындай сұрақ көп біздің елде, бірақ жауап жоқ. Өкінішке орай. Міне осы видеодан кейін бір нақты түрткі болады деген ойдамыз. Ұсыныстардың бәрі істедік. Мынаның өзінен де, мына қоқыстың өзінен де ақша табуға болады біздің үкіметке. Және кәсіпкерлерді дамытуға болады. Негізінде кез келген затты әшейін тек бір аспаннан алмай, логикаға миға салу керек. Кез келген жерде логика. Енді қараңыздаршы, мен былайша айтқанда министрлерден бәрінен білім төмен адам. Мен шетелде жұмыс жасаған жоқпын. Шетелдің университеттерінде, вуздарында оқыған жоқпын. Оксфорд, Гарвард, Кембридж деген жерлерде оқыған жоқпын. Осы Қазақстанда оқуын бітірген адаммын. Ендігі жағдайда просто жай білімді адамдардың, кез келген адамның, кез келген 6-шы класста оқитын баланың өзі біледі, елде мынау зат жұмыс жасамайтын. Біздің айтып жатқан сөздердің бәрін ұғынып, мыналардікі дұрыс деп бәрі көз ашып, көкірегі ояу адамдар айтып отыр. Енді мынау не? Осымен алдық та елімізде ешкімге бермей утилизбордың бәрін енгізіп қой, заградительный мера деп бәрін жаптық. Шетелден жаңа ауаны ластайтын автокөліктер келмесін дейді. Мынау не істеп жатыр сонда? Қай автокөлік шетелден келген, қай техника, қай озық техника, мысалы тракторлер үлкен, арнайы техникалар, ауыл шаруашылық техникалар, жеңіл автокөліктер қайсысы мынадан гөрі қатты біздің ауа райымызды ластап жатыр, айтыңыздаршы. Ана заводтардан гөрі қайсысы біздің ауа райымызды ластап жатыр, айтыңыздаршы. Аналар тұрған кезде басқа бір түсінбеймін сөз жоқ. Енді құрметті мемлекеттік органдар, шамал түйсіктеріңіз оянсыншы. Біраз жыл уақыт жұмыс жасадыңдар, айлық алып жатсыңдар миллиондап. Тіпті жегендерің де бар шығар. Бірақ тоятын уақыт келді ғой. Қойыңыздаршы, енді болды. Шамал халыққа мүмкіншілік беріңіздерші. Мына біз қоқыстың арасында өмір сүріп жатқан халық сияқтымыз. Ешқандай дем ала алмаймыз. Деміміздің бәрі жабық. Демімізді ашыңыздаршы. Біз де өмір сүрейікші бұл елде. Бұл да біздің еліміз, біздің ата-бабаларымыз қорғаған ел, жер осы. Біздің де осы жерде аларымыз бар. Біз де осы жердің қожайынымыз, біз де мүшесіміз осы сияқты. Сіздер халықсыз ешкім емессіздер. Құрметті министрлер, депутаттар. Өтінемін мен, не істейік айтыңыздаршы. Қалай дәлелдейік сіздер? Керек болса, келіп басымды кесіп алыңыздар. Содан кейін дәлелдеп, соған сенетін болсаңыздар, білмеймін, өз-өзімізге қол жұмсаудан басқа амал қалдырмай тұрсыздар сіздер. Біз күйінгеннен, ашынғаннан эмоция шығады бізде. Күйініп жатыр, бір жартас келіп айтып жатыр, көсертіп жатыр, дәлелдеп жатыр, ешқандай қимыл жоқ. Санаға келіңіздер. Қазақта сөз бар еді, о Аллам бала берсең сана бер, сана бермесең шетінен санап ала бер дейді. Сана берсін сіздерге. Егерде осы видео, осы үндеулеріміз бәрі құлағына жетпей, ары-қарата қазақтың болашағын ойлап, дәл осы күннен бастап утилизбормен алғаш тіркеу салық жарнасын алып, ОСМС бар проблема, несиелер бар, соның бәрін кәдімгідей қолға алып 1-2 айдың ішінде бүкіл Қазақстанда қарқынды бір нәрсе өзгертпесеңіздер, құрметті министрлер, құрметсіз министрлер, көңілсіз қалыңыздар. Көңілсіз қалыңыздар. Сүйектеріңіз осындай қоқыстың ішінде қалсын. Ұрпақсыз қалыңыздар. Жұмыс жасамасаңыздар, қоқыстың арасында ит құсқа жем болып қалыңыздар. Көңілсіз қалғырлар. Намыстарыңызды оятыңыздар. Аллахтың алдына барғанда бәрі міндетті жауап беретіндеріңізді ұмытпаңыздар. Құрметті мемлекеттік органдар, өнеркәсіп және құрылыс министрі Шарлапаев Қанат Бейсенбайұлы, Қазақстан Республикасының премьер-министрі
Олжас Абайұлы Бектенов мырза, осы сөзіміздің бәрін басшылыққа ала отырып, манадан бері келтірген бүкіл аргументтеріміз, ұсыныстардың бәрін ала отырып, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға келесі мындай үндеуімізді жолдаймыз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза және мемлекеттік органдар, осы жоғарыда айтылған бүкіл талаптарымыздың, ұсыныстарымыздың бәрін басшылыққа алып, Қазақстан Республикасының аумағында утилизбор мен первичканы түбегейлі жойып, бір уақытта техникалық регламентті өзгертіп, осындай автокөліктердің бәрін тіркеп, мына автокөліктерді ары қарата сатылатын қылып, елімізге жақсы техника кіру жолын қамтамасыз етуіңізді сұраймыз. Елімізге ауыл шаруашылық техникасы, үлкен жүк көліктер, арнайы техника және жеңіл автокөліктердің келуіне ешқандай кедергі болмау керек. Біздің елімізде нағыз үлкен логистикалық орталыққа айналатын, үлкен сауда орталығына айналатын үлкен мүмкіншіліктеріміз бар. Соның бәрін қолға алып, қазақтың басындағы, Қазақстан азаматтарының басындағы көптен бері жауыр болған ең актуалды мәселе утилизбор мен алғашқы тіркеу салық жарнасын түбегейлі жойық. Және де құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сіз өзіңіз айтқан болатынсыз, естуші үкімет, естуші билік деп. Естуші үкімет, естуші билікке халық өз зар-мұңын жеткізу үшін айтуға, бір жерлерге жиналып, бейбіт жиналыстар істеп, ешқандай айқай-шусыз, ешқандай қоғамдық тәртіп бұзбай істеуге мүмкіншілік беріңіз. Сіз тағайындаған петиция институты Қазақстанда жұмыс жасамайды. Оған бірден-бір дәлелі утилизбор мен алғашқы тіркеу салық жарнасына байланысты петиция болды. Және де өзіңізді 2023 жылы 30 тамыз күні Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің қабырғасында болған жиыныңызда айтқан болатынсыз. Белсенділермен жұмыс жасау керек, белсенділермен бірге істеу керек, белсенділердің ой пікірін тыңдау керек деп. Ол жіберген, ол айтқан нұсқауыңызда үкіметке әлі күнге дейін орындалмай жатыр. Белсенділердің соңынан қудалау, қамау, айыппұлдау. Мысалы, қазір осы азаматтар тұр, осы бүкіл талаптың бәрін айтуға полиция қызметкерлері бер қарта жібермей тұр, болмайды, ертең каждыймен жұмыс жасауымыз керек біз деген сияқты неше түрлі қорқыту, үркіту әңгімелер айтылып жатыр. Сол үшін бір қазақтың басына бір тал шаш түспес үшін, біреуінің де үйінде ешқандай мәселе, проблема болмас үшін ол кісілерді бұл видео үндеуге қосып тұрған жоқпын. Бірағында міндетті түрде бұл видео үндеудің артында, осы үндеудің артында миллиондаған халық бар. Біз Қазақстан азаматтары өнеркәсібімізді бәрін қолдағымыз келеді, бірағында халықтың қаражатынан емес. Сол үшін құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, осы видеоны бүкіл айтылған аргументтерін бәрін басшылыққа алып, мәселенің бәрін түбегейлі шешіп береді деген сенімдеміз. Және де біз сізге сенгіміз келеді, әділетті Қазақстанды, жаңа Қазақстанды құратыныңызға сенеміз. Құру үшін ол халықпен жете жұмыс жасау керек және үн жеткізіп тыңдау керек. Назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі видео осы болды. Жеңіс біздікі, ауызбіршілікте болсын халық. Санжарда, басқа да жігіттерді белсенділер ешқайда кеткен жоқ, жоспарлап жатыр. Құрметті қазақ бауырларым, қазақстандықтар, ауызбіршілікте болайық. Қазіргі таңда неше түрлі белсенділердің артынан петициядан кейін неше түрлі хейттер жазылып жатыр, айтылып жатыр. Бірақ бұл жердегі біздің елдігіміз қайда, елшілігіміз қайда? Қазақта сөз бар. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан туады дейді. Бүгін елім деген ерлердің артынан осындай сөз езіп жатқанда, артынан ел болып, бұл біздің ер, бұл біздің батыр. Өсер елдің ұлдары бір-бірін батырым дер, өсер елдің ұлдары бір-бірін қатыным дер деген сияқты өсер елдің ұлдарының әңгімесін айтып, батырымызды бірімізді алдыға итермелеп, қанаттандырып отырайық, құрметті бауырлар. Егер де осы кезде, осы шақтарда өзіміздің алдыға шыққан белсенділерімізді, бәйгеге қосқан тұлпарларымызды артынан қудалайтын болсақ, қазақтың мәселесін көтеріп, өстіп ары қарата батырлық етіп, алдыға шығамын дейтін, проблемамен күресемін дейтін азаматтардың битік айтып қалады. Сол үшін құрметті бауырлар, ауызбіршілікте болайық. Видеомыз, үндеуіміз діттеген жерде жетсін. Жеңіс біздікі. Қош сау болыңыздар, жолдар ақ жол қара трасса. Еліңізде шаттық, береке той болсын.